Сәлем достар. Браузер Chrome өте кеңінен таралған. Әдетте Android жүйелерінде, сосын Windows системаларының барлығында бар. Chrome браузерді істетушілердің өте бір жақсы қағида бар. Олар көптеген сайтты, көптеген керекті ақпараттарды осы bookmarks, яғни Chrome сақтағышына сақтап отырады. Мысалға, оны айтпасам да көбісі түсінеді. Керекті осы сайтта Chrome сақтағышына сақтап алдым. Енді мысалға біз ноутбугымызды ауыстырған жағдайда, болмаса Windows 7-тен 8-ге көшкенде, 8-ден 10-ға көшкен кезде, болмаса жаңадан система қойған кезде, біздің осы Chromeға сақталған сайттарымыздың барлығы жойылып кетуі мүмкін. Мен мысалы ноутбугымды басқа ноутбукке ауыстырдым дейін, яғни осы Chrome сақтағышындағы осы барлық сайттар маған керек. Осындайда не істеу керек? Өте оңай. Оң жақ төбесінде 3 нүктені басамыз. Осы жерде bookmarks, тағы да төбесінде 3 нүкте, export bookmarks столға сақтап алдық. Көрдіңіздер, bookmarks 5.2.20 деп сақталды. Мұнда сақталды. Енді осы құжатты флешкеге сақтап, келесі ноутбукке барамыз. Бұл жерде оңайырақ болу үшін мынаның барлығын жойып тастаймын. Қазір барлығы жоқ болды. Яғни бұны мен столға сақтап алдым. Яғни флешкіме. Ал жаңадан ноутбукке бардым. Сол жерде Chrome bookmarks, тағы да төбесінде 3 нүктені басып, import bookmarks, яғни столға, болмаса флешкімізді көрсетеміз. Міне, көрдіңіздер, Chrome'да мен сақтаған барлық сайттар орнына келді. Өте қолайлы. Жақсы достар, сіздер түсінді деп ойлаймын. Каналға жазыламыз. Сосын үйренбекші болған білімдеріңіз болса, осы видео астына кіріп жазсаңыздар болады. Біз оны видео сабақ ретінде каналымызға жүктейміз.